Адам өміріндегі ең игі істердің бірі мұқтаж жандарға қамқорлық жасау. Оларға аял алақанын тосып, жүрек жылуы ұсыну, сауабы мол іске ат салысу әрбіреудің азаматтық парызы. Ал әлемдегі ерекше қайырымдылық акциялары қандай, солар жайлы сөз қозғайықшы. Джинсы күні. Шалыс естімедіңіз расында бұл сәнді қайырымдылық акциясы. Жыл сайын Канадада BC балалар ауруханасы джинсы күнін ұйымдастырады. Мұнда тұрғындар тек арнайы киім киіп қана қоймайды, өзіндік ережесі де бар. Бастан аяқ джинсы киген қайырымды жандар акция үшін төсбелгі сатып алады. Оның құны 20 ақш долларын құрайды, ал одан түскен қаражат балалар ауруханасына қажетті аппараттар алу үшін жұмсалады екен. Айтпақшы, жыл сайын қайырымдылық қорына шамамен 1 миллион ақш доллар түседі екен. Ал Австралиялық The Hurt Foundation қоры 2016 жылы ерекше қайырымдылық акциясын ұйымдастырды. Қай мемлекетте, қай қалада болмасын, ғашықтардың өз есімдерін жазып қойып білетін орындары бар емес пе? Қайырымдылық қоры осы арқылы мұқтаждарға көмек қолын созуға шақырады. Мәселен, арнайы құлпыларды 10 доллардан сатып, одан түскен қаражатты жүрек ауруына шалдыққандардың еміне жұмсайды. Мұндай қайырымдылық акциясын біздің қалада да көп орында ұйымдастыруға болады, 2014 жылдың жазында әлем бойынша склероз ауруына қарсы қайырымдылық акциясы өтті. Іс-шараның шарты бойынша мейірімді жандар өзіне бастан аяқ суық су құяды, олар әр шелек су үшін 10 доллар төлейді. Содан соң тағы 3 адамға эстафета жолдайды. Ал бас тартқан адам қорға 100 доллар үлес қосады. Айтпақшы, бұл акциядан кәсіпкерлер, саясаткер мен спортшылар да тыс қалмады. Қатысқандардың қатарында Марк Цукерберг, Илон Маск, Джастин Тимберлейк пен Леди Гага да бар. Олай болса, қайырымдылық күнінде жақсылық жасауға сізде ат салысыңыз, көрермен, тек жақсылығыңыз жарнамасыз болсын.